Армысыздар, қадірменді көрермендер, тыңдармандар. Талант тағысы подкастының келесі қонағы облыстық байқаулардың жүлдегері Ақберен шығармашыл балаларға арналған республикалық байқауының қатысушысы, жас өнерпаз, 9 сынып оқушысы Талғатқызы Айсәуле. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Енді алғашқы сауалымыз, бұл өнер жолына қалай келдіңіз, қызығушылық қайдан пайда болды? Және бұл бала күнгі арманнан туындады ма? Осы сұрақ па? Өнерге деген қызығушылығым бала кезден басталды. Және де өнерге деген қызығушылығыма себепкер адам ол анам. Яғни анам маған дәстүрлі өнердің маңызын және де күйлердің, әндердің маңыздарын түсіндіріп отыратын. Сол себепті анамның қолдауымен терме сыныбын да бастаған болатынмын. Термеге келуіме де анам себепкер болатын. Яғни өнерге деген қызығушылық жалпы анаңыздың қолдауының арқасында. Терме өнеріне қалай келдіңіз және ол жанр сізге несімен жақын? Мен терме сыныбына бірінші ұстазым Жәнібек Рашидинұлы қызығушылығымды оятқан болатын. Және де үлкен сахналарда өнер көрсетіп жүрген жас өнерпаздарға қарап, бойымда талпыныс көбейді. Осы терме сыныбында оқып жүргенде ең алғашқы үйренген шығармаң қандай болды? Және ол қанша уақыт алды үйренуге? Ең алғашқы шығармам ол Халық әні туған жер. Ол кішкентай шығарма болғанмен, сөздері, әрбір мәнерлері өте әсерлі және де мағыналы. Ол шығарманы кемінде үйренуге 2 аптадай кеткен болатын. Кейінірек танымал ақын жазушылардың термелерін, шығармаларын орындауға зерттей бастадым. Терме сыныбында оқудың қандай ерекшеліктері бар? Және осы уақытқа дейін қандай шығармаларды орындауды үйрендің? Терме сыныбында оқу қызықты әрі жауапкершілікті білдіретін процесс. Себебі термені жаттап қана қоймай, мақамды сақтау және де мағынаны түсіну және де сол жауапкершілікті сезіну аспекттері бар. Әсіресе әрбір термені орындауды меңгеру ол адамға ерекше зор әсер білдіреді. Және де үйренген термелерімнің ең жауапкершілікті термелердің бірі Нұртуғанның термесі және де Махамбеттің термесі. Осы екі шығарманы орындау, қандай әсер береді саған? Махамбеттің термесі ол деген адамға рух беретін термелердің бірі және де қазіргі кезде өте танымал термелер деп айтуға болады. Ақберен 2023 республикалық шығармашыл балаларға арналған облыста және республикалық кезеңдерде қандай қиындықтар орын алды, немесе қызықтар, дайындық барысында және бұл байқауға қатысуға кімдер кеңес берді? Ақберен 2023 байқауына дайындығым өте қарқынды жүрді және осы байқауға қатысуға қазіргі кездегі ұстазым Бауыржан Меңдешұлы және де жақындарым кеңес берген болатын. Осы облыстық кезеңде бұл байқаудың қандай шығарманы орындады? Яғни осы облыстық кезеңде бас жүлде әкелген шығармам Махамбеттің термесі мен едім шығармасы. Ол шығарманы орындау оңайға түскен жоқ. Себебі ол шығарма өте қиын шығарманың бірі деп айтуға да болады. Енді республикалық кезеңіне тоқталайық. Қай қалада өтті? Сен ол байқауда қандай тәжірибе жинақтадың? Республикалық кезеңі Ақтау қаласында өткен болатын. Осы байқау арқылы мен өзіме көп тәжірибе жинадым деп айтуға болады. Жаңа ортамен таныстым және де Ақтау қаласындағы үлкен теңіз Каспий көліне бардым. Бұл Каспий көліне бару ең қызықты сәттерінің бірі деп айтуға болады. Яғни бұл терме сыныбындағы жас өнерпаз ретіндегі ең алғашқы үлкен додан, Өнер мен білімді қатар алып жүру қаншалықты қиын, және мұғалімдеріңіздің оқушылар, яғни сыныптастарыңыз қандай көзқараста?
Әрине, кей уақыттарда уақытты тиімді пайдалану ол қиындыққа соғады, бірақ мен үшін де сабақ та, өнер де маңызды. Сабақтан тыс уақыттарда шығармашылыққа өз бос уақытымды арнаймын, және де мұғалімдер мен сыныптастарым өнерімді қолдайды. Олар менің әрбір қатысқан байқауларымнан хабардар болып, жылы лебіздерін білдіріп отырады. Ал бұл мен үшін үлкен мотивация. Өнер сіздің мінезіңізге, өмірлік ұстанымдарыңызға қалай әсер етті? Және шығармашылық қабілеттеріңіздің дамуына бір ықпалын тигізді ме? Өнер менің өмірімнің бір бөлшегіне айналды деуге болады, және ол мені жауапкершілікті, сабырлы болуға үйретті. Сонымен қатар сахнада өнер көрсету арқылы менің сенімділігім артып, өз ойымды еркін жеткізуге көмектесті. Ал бұл көшбасшылық қабілеттердің дамуына да әсер етті деп ойлаймын. Жас өнерпаз ретінде алда қандай маңызды мақсаттар бар? Және үлкен сахнада, шығармашылық ортада өзіңізді қалай елестетесіз? Алдағы мақсаттарым дәстүрлі өнерді кеңінен насихаттау және де жастар арасында сол өнерді танымал ету. Болашақта үлкен сахналарда өнер көрсетіп, халыққа рухани азық сыйлағым келеді. Сонымен қатар тек орындаушы ғана емес, өзімнің авторлық шығармаларымды да жарық ету өзімнің мақсаттарымда бар. Осы мақсаттарына жетуге біз тілекшіміз. Өнер саласында жетістікке жету үшін жас таланттарға қандай ақыл кеңес айтады? Ең бастысы өнерге шынайы беріліп, өзіңді дамыту қажет. Үнемі ізденісте болып, ешқашан тоқтамау қажет. Және де өнер жолы дегеніміз ол сабырлық пен еңбекті талап етеді. Егер сен өз ісіңді сүйіп, шынайылықпен атқарсақ, әрқашан жетістікке жете аласың. Бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жете келді. Келіп, сұхбат беріп, ойынымен бөліскеніне көптен көп рахметімізді айтамыз. Қымбатты көрермендер, біздің подкастымызды қолдап, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және жас өнерпаздан бүгін қонақ кәде сұраймыз. Adaydım barında yığıladım Ayrılatan benim, kazak benim Deleni yıkanlardım, karnım şu an benim Adam bela olsun yakasında, babamın iyi şarkısında Baksın bildim benim, yesin boy, yesin ay, yığıladım benim Çağılı şarkan benim, bal olursan benim Bir davulday, bildim benim Yine yürüdüm, oğlan benim When they see me, why they